Үйлену жай ғана екі адамның қосылуы емес, бұл екі тағдырдың, екі тәрбиенің, екі әлемнің тоғысуы. қазақта бекер айтпаған, үйлену оңай, үй болу қиын. Бүгін біз мынадай әйел жаман деп айыптамаймыз. Біз тек ер азаматтарға ой саламыз, қандай мінез бен қасиеттер болашақта отбасымызды шайқалтуы мүмкін. Жауапкершіліктен қашатын әйел, міндеттен, қиындықтан, шешім қабылдаудан қашатын адам отбасында жарты жолда тастап кетуі мүмкін. Ондай әйел қиындықта сабыр сақтамайды, кінәні үнемі өзгеден көреді, менің кінәм емес деп жауапкершіліктен қашады. Ал отбасы ортақ жауапкершілік, жауапкершіліксіздік отбасының ең үлкен жауы. Құрметі жоқ әйел, еркекке ең керегі құрмет. Отбасының өшуі мүмкін, бірақ құрмет жоғалса отбасы құлайды. Құрметсіз әйел күйеуінің өзгелердің алдында кемсітеді, оның сөзіне еренбейді, оның еңбегін бағаламайды. Қазақта әйелді отаудың ұйытқысы дейді. Материалдық дүниені ғана ойлайтын әйел. Ақша керек, жақсы өмір сүру дұрыс, бірақ өмірдің мәні тек махаббатта болса, махаббат ұзаққа бармайды. Ондай әйел күйеудің табысына қарап бағалайды, қиын кезде қолдау емес талап қояды.